Қазақ тілін білмейтіндерге Қазақстан азаматтығы берілмеуі мүмкін. Премьер-министрдің бұл сөзі қоғамда қызу талқыға түсіп жатыр. Бірі қуанса, енді бірі қолдамай қарсылық білдіруде. Бұл шынымен жаңа Қазақстанның жаңашылдығы ма, әлде бұқараның бетін қайтару үшін жасалған популизм бе? Жалғас Зейнолла талдап көрді. Бұл мәселенің тағы да көтерілуіне соғыстан қашқан ресейліктердің легі түрткі болды. 5 қазанда депутат Берік Дүйсенбинов еліміздің қауіпсіздігіне қатер төнуі мүмкін деп келушілерге талапты күшейтуді сұраған. Олар Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарына қалтқысыз бағынуға, тіліміз бен салт дәстүрімізді құрметтеуге міндетті. Осы орайда ұлттық мүддемізге қауіп төнетін болса, біздің мемлекеттік органдар қабылданатын тиісті шаралардың бірнеше вариантын, бірнеше нұсқасын алдын ала әзірлеп, кез келген жағдайға дайын болу керек деп санаймыз. Сол шаралардың бірі дейміз бе? Премьер-министр Смайылов ақжолдық депутаттарға былай деп жауап беріпті. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңға мемлекеттік тілді, тарих пен ұлттық заңнаманың негіздерін білмегендерді азаматтыққа қабылдаудан бас тарту үшін қосымша негіз ретінде көздейтін түзетулер әзірленді. Журналист Серік Қасенов болса, бұл қоғамды манипуляция арқылы басқарудың үйреншікті жолы деген пікірде. Қазақ тілін қарыштату үшін ата заңдағы мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деген бапты алып тастау керек дейді. Өз-өзін сыйлайтын үкімет және дамыған елде бұл норма ешқандай жарнамасыз, ешқандай қарастырылусыз кәдімгі конституцияға бекітілу керек заң. Өкінішке орай біздің елде олай болмай тұр. Ал қазақ тілін бағын ашу үшін конституциядағы 7-ші баптың 2-ші тармағын алып тастау керек. Сонда ғана елімізде қазақ тілінің бағы ашылмақ. Әйтпесе оны жасамай тұрып, басқа қарастырылған заңдардың барлығы манипуляция болып қала бермек. Жаңа заңды қолдап отырған Дос Көшім болса, бұл ұсыныстың айтылғанына 30 жылы болды. Алғашында 92 жылы көтерілген. 2010 жылғы заң жобасына енгізуді тікелей өзім ұсынғанмын, бірақ ескерусіз қалды дейді. Ақжол партиясы болса 2017 жылы айтыпты. Сол кезде Әділет министрлігі азаматтық алғысы келгендерге қазақ тілінен емтихан енгізу жоспарлануда деп айтқан. Алайда одан бері 5 жыл өтсе де сен қозғалмаған. Жалпы мұндай тәжірибе әлемнің көптеген елінде бар екен. Көптеген елдерде, мүмкін 99% елдерде азаматтық беру үшін мемлекеттік тілден емтихан тапсыру талабы бар. Канада болсын, мейлі Англия болсын, мейлі Германия болсын, барлық елдерде. Ресейде керек десеңіздер, азаматтық алу үшін емес, сол жерде уақытша жұмыс істеуге келетін, 3 айға, 4 айға көшені сыпыруға келетіндерден өзінен Ресейдің мемлекеттік тілін білу талап етіледі. Белсенділердің енді бірі, мұндай талап енгізілсе, шетелдегі Қазақстанның азаматтығын алғысы келген, бірақ қазақша білмейтін қазақтарға қиын болады дейді. Олай болмайды. Себебі олар арнайы қандастар бағдарламасы бойынша келеді. Этникалық қазақтарға азаматтық алу жеңілдетілген түрде іске асады. Біз Ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметіне сұрау салдық. Олардың дерегі бойынша жыл басынан бері, яғни қаңтардан қазанға дейін Қазақстан азаматтығын алуға 17 мыңнан астам адам өтініш берген. Оның 14 мыңы қандастар. Рет-ретмен айтсақ, бірінші орында Өзбекстан, екінші орында Қытай, үшінші орында Ресей тұр. Жалғас Зейнолла, Мейірбек Беспаев, Айбат жаңалықтары қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар. Сонымен қатар Instagram, Facebook және Telegram парақшаларынан оқи аласыздар. Ең қызық жаңалықтан қалыс қалмау үшін қоңырауды басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз.